Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз инвестицияның ең танымал және көне түрі жылжымайтын мүлікке инвестициялар туралы сөйлесеміз. Жылжымайтын мүлік әр заманда капитал салудың сенімді тәсілі болған. Қазақстанда урбанизация мен халық санының өсуі, сонымен қатар инфляция адамдарды пәтер, кеңсе және жер сатып алуға итермелейді. Бүгін біз неліктен жылжымайтын мүлікке инвестиция салу керек, оның артықшылықтары мен тәуекелдері қандай, және ипотеканы тиімді пайдалану жолдарын талқылаймыз. Неге жылжымайтын мүлік? Жылжымайтын мүлік бұл шынайы материалдық актив. Ол инфляциядан қорғайды және пассивті табыс көзі бола алады. Яғни сіз пәтер сатып алып, оны жалға беріп тұрақты айлық табыс ала аласыз. Инвестицияға арналған мүлік түрлері. Инвестиция үшін тек пәтер ғана емес, бірнеше бағыт бар. Тұрғын үй, пәтерлер мен үйлер. Коммерциялық жылжымайтын мүлік, кеңселер, дүкендер, қоймалар және жер телімдері. Коммерциялық мүлік табысы жоғарырақ, бірақ салымы да көбірек. Ал егер жылжымайтын мүлікті тікелей сатып алғыңыз келсе, инвестициялық қорлар арқылы инвестиция салуға болады. Табыстың қалыптасуы. Жылжымайтын мүліктен табыс екі бөліктен тұрады. Біріншісі жалдаудан түсетін тұрақты табыс, екіншісі мүлік құнының өсуі. Мысалы, Алматыда пәтерді жалға беру жылына шамамен 5-7% табыс әкеледі. Ал 5-10 жыл ішінде пәтердің құны 20-50%-ға дейін өсуі мүмкін. Баға динамикасы. 2006 жылдан бері Қазақстанда тұрғын үй бағасы шамамен 70%-ға өсті. Дағдарыстар мен девальвацияларға қарамастан жалпы үрдіс өсу бағытында. 2025 жылғы бағалар. 2025 жылы Астана мен Алматыдағы пәтерлердің орташа бағасы 1 шаршы метрге 580-660 мың теңге аралығында. Жыл басынан бері бағалар тағы 3-4%-ға өсті. 2026 жылы өсімінің 10-15% болуы күтілуде. Алматыдағы пәтер. Мысалы, Алматы қаласында құны 40 миллион теңге тұратын 2 бөлмелі пәтер айына шамамен 300 мың теңге жалға беріледі. Жылдық табысы 3,6 миллион теңге. Шығындар, жөндеу, салық, бос тұру кезеңі шамамен 800 мың теңге. Таза табыс 2,8 миллион теңге, яғни жылына шамамен 7%. Жылжымайтын мүлік, басқа активтер. Жылжымайтын мүлік тұрақты және сенімді, бірақ өтімділігі төмен. Пәтерді сату үшін айлар қажет, ал акциялар мен облигацияларды бірнеше секундта сатуға болады. Тәуекелдер. Жылжымайтын мүлікте тәуекелсіз емес, басты қауіп бос тұру мерзімі. Егер жалға алушы көшіп кетсе, табыс уақытша тоқтайды. Екіншісі, бағаның төмендеуі. 2015 жылғы дағдарыс кезінде кейбір пәтерлер 20-30%-ға арзандады. Сондай-ақ жөндеу мен амортизация шығындары бар. Көптеген инвесторлар үшін ипотека қолжетімді тәсіл. Мысалы, пәтер бағасы 40 миллион теңге, ипотека 30 миллион теңге. 16%-бен 15 жылға, ай сайынғы төлем шамамен 200 мың теңге. Егер пәтер 300 мың теңгеге жалға берілсе, таза табыс айына шамамен 100 мың теңге. Бірақ жалға алушы болмаса, төлем сіздің мойныңызда болады. Ипотека түрлері. Ипотеканың екі түрі бар. Аннуитивтік төлемдер ай сайын бірдей, бірақ алғашқы жылдары тек пайыздар өтеледі. Екіншісі, дифференциалды әдісте төлемдер басында көбірек, бірақ қарыз тезірек азаяды және артық төлем аз болады. Шетел нарығы. ақш-та пәтерді жалға берудің табысы жылына 3-5%, бірақ тұрғын үй бағасы тез өседі. Көптеген инвесторлар тікелей пәтер сатып алмайды. Оның орнына жылжымайтын мүлік қорларын сатып алады. Сонымен қатар қорытындылайық. Жылжымайтын мүлік ұзақ мерзімді және тұрақты инвестициялық құрал. Ол инфляциядан қорғайды, жылына 6-9% табыс әкеледі. Және инвестициялық портфельдің бір бөлігі ретінде жақсы жұмыс істейді. Бірақ ірі салымды қажет етеді және өтімділігі өте төмен. Сондықтан ол консервативті инвесторларға арналған нұсқа болып есептеледі. Назарларыңызға рахмет, инвестицияларыңыз сәтті, ал жылжымайтын мүлік сіздің тұрақты табыс көзіңіз болсын.